Бәріне сәлем достар, сендер мен Казмастер. Бүгінгі видеода біз Xiaomi AirDots беспроводной наушнигіне обзор жасайтын боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып отырыңдар, ал біз бастаймыз. Достар, олай болса біз распаковкамызды бастайық. Міне Xiaomi AirDots наушнигінің коробкасы осындай болады. Бұл китайский вариант, китайский версия. Бұл бірақ ештеңе етпейді. Бұнда қосылды, қосылмады деген сөздер ғана қытайша шығады. Ал бұлай барлығы бірдей. Міне қытайша жазылған. Xiaomi компаниясының өзі Қытайдікі. Ал олай болса распаковкамызды бастайық. Үстінен ашамыз. Міне достар. Міне достар, комплектациясында документациясы бар екен. Міне ұзын, барлығы қытайша жазылған. Бұны әрине біз оқымаймыз, түсінбейміз де. Және де міне достар, наушниктің өзі Xiaomi деген логотип тұр. Және достар, бұл қосымша амбушер дейма, сондай екеу екен. Біреу кішкентай, біреу үлкен. Размерлері әртүрлі, бұл өте ыңғайлы, керек зат. Ал олай болса достар, біз наушниктің өзіне кеттік. Достар, міне Xiaomi AirDots наушнигінің өзі. Бұның Bluetooth версиясы 5.0. Бұл 10 метр ара қашықтықта да жұмыс жасай береді. Бұл кейста 300 мАч. Ал әрбір наушникта 40 мАч. Наушниктар 100% қуатта 4 сағатқа дейін жұмыс жасайды, ал кейспен болғанда 12 сағатқа дейін жұмыс жасайды. Бұлар айтпақшы судан қорғалған, кейс емес, екі наушник судан қорғалған IPX4. Және де бұның зарядтайтын несі, блок питаниясы, бұл микро USB. Қазір көбісі Type-C қолданады, бірақ бұлар микро USB қолданыпты. Бұл өткен жылдың хит продажы болды. Бұл наушник Xiaomi компаниясынікі. Міне осылай ашылады. Міне достар, алып көрейік. Ішінде екі контактысы бар, сол арқылы зарядталынады. Бұларда сенсорный кнопка емес, механическая кнопка. Бұны бір рет бассан звонокқа жауап береді, екі рет бассан голосовой помощник көмектеседі. Siri, Google Assistant, Яндекс сияқтылар, Алиса сияқтылар жауап береді. Міне екі контактысы. Достар, бір ютубер айтыпты, ең дурацкий обзор бұл наушниктерге обзор деп. Мен өз басым онымен толығымен келісемін, себебі наушниктің сапасын, оның дауысын видео арқылы жеткізу өте қиын. Және достар, айта кетерлік, бұл наушниктің комплектациясында зарядный кабелі болмайды екен. Xiaomi компаниясы соған экономдап қалыпты, бірақ барлық үйде ондай кабель табылады деп ойлаймын. Достар, наушниктарымызды соткаға қосып көрейік телефонға. Бұны кейстан алғанда бұл автоматты түрде бір-бірін тауып қосылады. Және де біз Google деп қой, Bluetoothға кіреміз. Және де Redmi AirDots R деп тұрады. Соны таңдаймыз. Міне бізге запорыш сұрап жатыр, да дейміз. Және достар, біздің AirDots'ымыз қосылды, 100% деп тұр. Міне достар, мен профессионал емеспін наушниктан, бірақ бұлардың дыбыстары өте жақсы, четкий шығады. Достар, бүгінгі видеода мен Redmi AirDots наушниктарына обзор жасаған болатымын. Әрине достар, мен техно обзорларды енді бастап келе жатырмын, сондықтан қателіктерім болса кешірім сұраймын. Және де келесі видеоларда қандай видео түсірейін, міндетті түрде комментарий жазып кетіңдер.
кім арнаға тіркеліп осы видеоға лайк басып қолдап кетіңдер. Ал мен Казмастер, сау болыңдар.